Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгін біз қоршаған ортаны қорғау бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы табиғат ортақ үйіміз. Ребята, мы сегодня начинаем новый раздел «Защита окружающей среды». Тема урока «Природа – наш общий дом». Балалар, бүгінгі сабақта сурет бойынша мәтін құраймыз, мәтінді түсініп оқимыз, мәтіннің мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап береміз. Ребята, сегодня на уроке мы будем составлять небольшой текст по картине, будем читать и будем отвечать на вопросы к тексту. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Киік, сайгак, марал, олень, қорғау, защищать, мал дәрігері, ветеринар, орманшы, лесник. Қайталаймын: киік, марал, қорғау, мал дәрігері, орманшы. Жақсы балалар. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық, қайталайық. Мал дәрігері, орманшы, марал, киік. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар, есте сақтаңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните их. Ал енді балалар, тапсырмалар орындайық. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Оқулық 111 бет. Бірінші тапсырма. Бос орындарға тиісті сөздерді қойып жаз. Ребята, вам нужно вместо точек вставить нужные слова. Киек, мал дәрігері, марал. Это задание письменно выполняем в тетради. Ал енді балалар, кімдер, қайда, қандай, не істеді сұрақтарына сүйеніп, сурет бойынша мәтін құрастырып көрейік. Ребята, вам нужно, опираясь на эти вопросы, составить небольшой текст. Давайте попробуем. Кімдер, қайда, қандай, не істеді. Бұлар кімдер, балалар? Я, бұл отбасы. Давайте скажем, это наша семья. Қалай айтамыз? Бұл біздің отбасымыз. Ал біздің отбасымыз қайда тұрады? Біз қайда тұрамыз, балалар? Я, біз орманды алқапта тұрамыз. Мы живем в лесном массиве. Орманды алқап, балалар, қандай? Қандай какой? Әдемі. Орманды алқап әдемі. Енді бірінші сұраққа назар аударыңдар. Мен не істедім? Что я делаю? Или мен кітап оқыдым. Бұл кім? Бұл менің әжем. Әжем не істейді, балалар? Әжем жануарларға су берді. Балалар не істеді? Балалар қорқты, қашты. Бұл кім, балалар? Әкем. Әкем орманшы, лесник. Ол не істейді, балалар? Әкем не істейді? Әкем аңдарға көмектеседі, помогает животным. Мына суретке назар аударыңдар. Бұлар кімдер? Әжем екеуміз дастархан жайдық. Мы с бабушкой накрыли стол. Жақсы балалар. Осылай шағын мәтін құрауға болады, Ребята, можно составить нам небольшой такой рассказ, да? Жақсы балалар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Ал енді балалар, үшінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді тыңдаймыз, оқимыз. Біздер орманды алқапта тұрамыз. Менің атым Балнұр. Мен мектепке көлікпен барамын. Бүгін үйге қонақ келеді. Әжем екеуміз бақшаға дастархан жайдық. Қонаққа кімдер келеді деп ойлайсыңдар? Как вы думаете, кто к нам придет в гости? Ануар мен Сәулет менің сыныптастарым. Мои соклассники.
Аулада Ануар мен Сәулет әлденеден қашып жүр. Балалар неден қорқты? От чего испугались дети? Киік пен маралдың оларға емес, әжеме жүгіріп келеді екен. Күн сайын олар осы шелекпен су ішеді. Бұл жануарлар неге мұнда жүр деп ойлайсыздар? Как вы думаете, почему эти животные здесь? Менің анам мал дәрігері. Ол жануарларға көмек көрсетеді. Ал менің әкем кім деп ойлайсыңдар? Как вы думаете, кто мой папа? Менің әкем орманшы. Арғы аталарым да орманшы болған. Мои прадеды тоже были лесниками. Табиғатты қорғау отбасымыздың ата кәсібі. Охрана природы – это наше семейное дело. Достарыма біздің отбасылық кәсібіміз ұнайды. Олар дастарханға неге келмей жатыр? Как вы думаете, почему мои друзья не идут к столу? Достарымды әкем үйден ертіп шықты. Олар кішкентай жолбарыстың күшіктерінен қорқыпты. Отец вывел моих друзей из дома. Они испугались тигрят. Жақсы балалар. Ата кәсіп, атадан балаға мұра болып қалатын өнер немесе еңбек. Ребята, обратите внимание, ата кәсіп – это семейное дело, которое передается из поколения в поколение. Жақсы балалар, мәтінді тағы бір мәрте аудармасымен оқыңдар. Ребята, можете приостановить видео, внимательно прочитать текст перевода. Балалар, мәтін кім туралы? Иә, мәтін Балнұрдың отбасы туралы. Иә, про семью Балнұр. Ал енді балалар, 4-ші тапсырманы орындайық. Сұрақтарға жауап бер. Ребята, вам нужно ответить устно на вопросы. Балнұр қайда тұрады? Балнұрдың атанасы кім болып жұмыс істейді? Кем работают родители Балнұр? Балнұрдың үйінде қандай жабайы жануарлар бар? Какие дикие животные есть дома у Балнұр? Балнұрдың отбасын табиғат қорғаушылары деп айтуға бола ма? Можно ли назвать семью Балнұр защитниками природы? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.